Қайырлы күн, достар. Бүгін менде 5 бармақ. Міне. Потом халапеньо перчик. Қарасаңыздар болады. И потом соленые огурцы. И тогда капуста банкадегі в томатном соке. Қазір көрсетейін сіздерге. Ашып дайындап қоймаппын ғой. Так, қазір ашып алайын. Міне, қарасаңыздар болады. Капуста. Ал, бисмиллах, маған ас болсын. Так, капустадан көрейік бірінші. Так, бисмиллах. Қарныма шабет кезінде түсіріп жатым. Қазір үйде ешкім жоқ, мен ғана. Егер қызық болса, шекемдегі тейп деп атылады. Против мимических морщин. Огурцы күшті. Қамыр. Қамырдың үстіне қарта қоямыз. Оның үстіне сәбіз қоямыз. И потом тұздық. Тұздықты аламыз да. Бәрін бауызға саламыз. Етті көп салып қойған ойдым. Қаза. Осы капустаны 5 бармақ жеу үшін ғана аштым. Неге 3-4 күн видео түсірмей кетті десеңіздер, мен диетаға отырдым. Диета болғанда кешкі 6-тан кейін тамақ ішпеймін. Сол себепті кешке түсіре алмадым, күндіз қолым тимеді. Оның үстіне тамақты кешке істеп жүрдім.
кешке үйдегілер бірінші тамақ ішпей тұрып, өзім ішпағаным ұят болады деп. Енді менде сондай принцип, үйде адам жоқ болса мен өзім іше беремін. Егер бірақ үйде күйеуім болмаса, мама үйде болатын болса, енем, то мен тамақты ол кісілерсіз ішпеймін. Сол кісілерді күтемін. Сол кісілер дастархан басына отырып бастайды, содан кейін барып ішемін. Сондай. Сол себепті мен видео түсіре алмай жүрдім. А так обычно мен тамақты кешке қарай түсіретінмін. Үйдегілердің бәріне тамақ беріп болып, содан кейін барып өзім ішетінмін. Білмеймін, көбісі может қартаны жемейтін шығар, бірақ мен жақсы көремін. Негізі тәтті тамақ жақсы көремін ғой. Тұздық. Қайсы. Мен тойдым. Мен еще диета дегенде мындай принцип ұстанып жүрмін. Қалаған тамақты, қалаған майлылықты жеймін, но бірақ аз мөлшерде жеймін. Например, қазір мына тарелкада мынанша 5 бармақ қалды. Мына жеген жерім осы. Мен тойдым. 15 литрлік баклажкада жабылған етін. Мен бұны 5 литрлік баклажканы кесіп, таптардың ыдысына құйып қойдым. Таппер деп айтады көбісі. Соған құйып қойып шетінен алып жүрдім. Енді қазір сәл қышқылданғанда вообще күшті болып тұр, прям алдыңғы кезден де. Так, бір рет жейміз, сонымен болды. Сонымен бүгінге осы. Енді ондай жауапсыз болмауға тырысамын. Уақытылы күнделікті салып тұруға. Возможно, диетический суптар қазір енді көбінесе суп ішіп бастайын деп жатырмын. Обычно негізі супты вообще жақсы көрмеймін. Но соны түсіретін шығармын. Нан жемей сухарикпен. Все, мен каналыма жазылып тұрыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар.